Айғаным лекциядан шығып жатақханаға келе жатқан еді. Сыныптасы Әлия хабарласып, орталық мұражайда атақты неміс зергері Фаверж жұмыртқаларының көрмесі өтіп жатқанын, жұмысынан билет бергенін айтты. Соған бірге барып, тамашалап қайтуды ұсынған. Жатақханаға барып құр жатқанша әлем мойындаған Фавержі жұмыртқаларын көргенді жөн ғой әрине. Мұндайда кім құр қалғысы келеді дейсің. Бірден келісті. Алтынмен апталып, күміспен күптелген жұмыртқалардың бәрі қауіпсіздік мақсатында 4 бұрышты шишаның ішінде сақталыпты. Әр жұмыртқаға қараған сайын неге екені белгісіз Айғаным сондай жұмыртқаны бұрында көрген сияқты сезімде жүрді. Бірақ қайдан көрді? Шалғайдағы ауылда өскен Айғаным мұражай дегенді естігені болмаса, көрмегені өзіне аян. Жоғары оқу орнына түскелі ғана мұражай дегенді аралап көріп жүр. Бұларға Фавержі жұмыртқаларын таныстырып жүрген гидтің айтуынша Карл Фавержі 71 жұмыртқа жасаған. Оның 54 данасын орыстың патшалары Александр III мен Николай II тапсырыс беріп жасатқан. Қазіргі уақытта бұл жұмыртқалардың жартысы Ресей үкіметіне қарасты, ал жартысы бай адамдардың қолында көрінеді. Бірақ кейбіреулері із-түзсіз мүлде жоғалып кеткен. Олардың тек суреттері ғана сақталған екен. Айғаным сол суреттердің арасынан әжесінің сандығында сақтайтын әдемі ойыншықтарды жазбай таныды. Жарқыраған алтын жұмыртқа көзіне оттай басылды. Астында Николай II анасына сыйлаған сары раушан гүлді жұмыртқа деп жазылған екен. Әжесі сандығын ақтарған кезде Айғаным талай рет сол ойыншық туралы сұрағанда, «Шырағым, әжем мен әкемнің көзі ғой, менің кішкентай кезімде әжем баласы екеуі ақ патшаның қабылдауында болған екен. Әжем патшаның сыйлығы деп алып келіп, жылтыраған әдемі екен, сен ойна деп маған берген. Көп ұзамай кеңес үкіметі орнап, біз жер аударып, әкем атылып кеткен кезде де қалтамда жүріп аман қалды. Кейіннен патша берген деген сөзден қорқып, ешкімге көрсеткен емеспіз дейтін. Сүп-сүйкімді қызыл тастан жасалған алтынмен күптелген ойыншық ортасынан бұрылып ашылады. Оның ішінен сары раушан гүл шығатын. Айғаным талай рет әжесінен ойнауға сұрағанда, «Қызым, әжеңнен қалған жалғыз естелік, жоғалтып қойсаң, кейін өкінесіңдер. Әке мен бауырдың қадірін түсінгендеріңде беремін, менің көзім деп ұстарсыңдар» деп қайтадан әдемілеп орап сандықтың түбіне тығып қоятын. Өмірі бетін қайтармайтын әжесі қанша қыңқылдағса да берген емес. Әке-шешесіне де талай айтты. Бірақ олар да әжеңнің затында нең бар, басқа ойыншық құрып қалды ма саған деп өзіне ұрысқасын қойған болатын. Бойжеткесін ол ойыншық мүлде есінен шығып кетіпті. Міне ойыншық. Жаңа ғана гид бұл жұмыртқаның бағасы өте қымбат, сондықтан бұлар үшін талай адам өліп, талай рет ұрланған деді. Айғаным басы ауырып, жүрегі айнып кетті де Әлияға сыртқа шығайықшы деді. Бәрін түгел араламадық, саған не болды, түрің бұзылып тұр ғой, деді мұның бетіне қарап. Білмеймін, жүрегім айнып тұр, деді де сыртқа шығып кетті. Артынан іле шала Әлия да шыққан. Айғаным, саған не болды? Фавержінің жұмыртқалармен ауырып қалғаннан саумысың? Түріңнен түр жоқ, деп қалжыңдап, қолтығынан ұстап аялдамаға қарай жүрді. Айғаным құрбысына айтайын ба әлде бірінші ғаламтордан бәрін анықтап білейін бе деп екіұдайы сезіммен автобусқа отырды. Ертеңіне сабаққа да бармай күні бойы кітапханадан Фавержінің жұмыртқалары туралы анықтап білді. Әжесінің айтуынша
әжесі мен әкесі Николай патшаға қазақ жері мен елінің тыныштығы үшін барған екен. Қазақтың зиялылары мен хан тұқымнан бірнеше адам Санкт-Петербургқа барды. Дегеннен құжатты тапты, бірақ еш жерде қазаққа сыйлыққа жұмыртқа берді деп тіркелмеген. Айғанымның әжесіндегі жұмыртқаны із-түзсіз жоғалып кеткен деп бір-ақ ауыз сөз жазған. Айғанымда ешқандай күдік қалған жоқ. Ішіне сыймағасын кешкісін Әлиямен кездесіп бәрін айтты. Құрбысы басында бұған сенбеді. Айка, мен сенің мұндай қиялға жайып ертегі шығара алатыныңды білмейді екенмін. Негізі ертегі жазсаң да болады екен деп күлкіге айналдырды. Айғаным ан-су ішкесін ғана бірдеңе ойына түскендей. Мүмкін сенің әжең туралы менің атам мен әжем төренің тұқымы ғой, сүйегі асыл деп отыратын талай естігенмін. Оны енді тек ғалымдар ғана білетін шығар, анық-қанығын деп онша сенбегендей түр танытты. Негізі Айғаным Әлияға ренжіген жоқ. Себебі өзі де әжесі өмірі туралы айта бастағаннан жай ертегі тыңдағандай таңданып отыра беретін. Біріне сенсе, біріне сенбейтін. Өйткені кітапта кеңес үкіметі орнағанша қазақ даласында кедейшілік, қазақтың бәрі оқымаған, надан деп жазылса, әжесі деген бауырларым берісі Орынборда, арысы Санкт-Петербургта оқыды. Әкем мен атам Меккеге барған қажы болған. Бұл қазақта бәрі болды. Қазіргілердің ойынша қазақтың байлығына тек мыңғырған мал ғана болған дейді. Бізде алтын да, жақұт та, қымбат аң терілері де, қазіргі сөзбен айтқанда құндыз дүниенің бәрі болды. Ең бастысы еркін, тып-тыныш ел едік. Соның бәрін орыс құртты. Олардың қазаққа жасамаған жамандығы жоқ. Өсіп-өнген әулеттен мен ғана тірі қалдым деп жылап та алатын. Жылап отырып бауырларының қаны Ленин мен Сталиннің мойнында дейтін. Айғаным мектеп бітіріп қалаға кеткенше әжесінің қойнында жатты. Елдің бәрі ұйқыға кеткен кезде Айғаным әжесіне бүйдесеңші дейтін. Әңгіме тыңдағысы келіп жатқанын біліп, әжесінің көңіл күйі жақсы болса, қазақтың жырларын нақышына келтіріп, бір мүдіртпей айтып беретін. Кей кездері өзінің жастық шағына саяхат жасайтын. Сол кезде әке-шешеден тым ерте қалдым. Сарыарқаның сайын даласында әкемнің көмген қазынасы бар. Мен сол кезде 6 жаста едім. Бір сарқыраманың қасындағы үңгірге кіргізіп 3-4 сандықты көрсетіп, мен қолдана алмадым. Ең болмағанда ұрпағымыз қызығын көрсін. Бұл заман бүйтіп тұра бермейді. Ұмытып қалма деп маған әбден түсіндірген. Бала емеспіз бе? Ұмытып қалыппын. Қай жер екенін де білмеймін. Кеңес үкіметі қайбір ес қалдырды. Ашаршылықпен бір есімізді тандырды. Одан кейін әркіммен бір соттасып, қазақ сорлыны қойдай қырды ғой деп ухілеп алатын. Содан Айғаным әжесіне, әже, сонда сіз патшаның қызы болдыңыз ба? Деп сұрағанда, қазақ патша емес, хан дейтін. Иә, мен ханның тұқымымын, бірақ ешкімге айтпа, құрсын. Заман қалай өзгеретінін кім білсін. Қазір ғой елдің бәрі ана батырдың тұқымымын, мына байдың баласымын деп мақтанып жүргені. Кеңес заманында хан мен бидің атын атасаң сотталып кететінсің. Құдайға шүкір, өмір бойы ешкімге айтпай кетемін бе деп жүруші едім. Ең болмағанда менің кім болғанымды сен біліп жүр деп аталарын бірін қалдырмай бұған айтып берген. Қазір ойласа, әжесінің әкемнің көзі деп жүрген ойыншығы расында Фавержінің жұмыртқасы және ең әдемісі екендігінде дау жоқ. Бірақ оны қалай
тексеруді және әжесі оны Айғанымға бере ме? Әй, қайдан бере қоймас. Жазғы демалысқа шығысымен Айғаным ештеңеге қарамай дереу ауылға қайтты. Әжесінің қолындағы жұмыртқаға байланысты барлық мәліметті жинап барып, әжесі мен әкесіне толық түсіндірді. Әжесіне, егер біреу-міреу сізде бүкіл әлем іздеп жүрген жұмыртқа барын білсе, өлтіріп кетеді, деп қорқытып қоюды да ұмытпады. Әжем жарықтық мұны маған ойыншық етіп бере салғанына қарағанда байлық деп қарамаған-ау. Елден біздің тұқымның байлығы туралы түрлі аңыз әңгімелер естігенмін. Аңыз емес, шындық екен ғой, деп бір жылап алды. 4 балам 4 жақта күнін әрең көріп еді. Бұл да Құдайдың көмегі шығар. Қызым, әкеңнің көзі деп 80 жыл сақтадым. Сатсаң сат, деді. Айғанымның қарапайым отбасы жұмыртқаны қайдан, қалай сатуға болатынын білмей бастары қатты. Ақыл қоса қоятын адам жоқ. Ары-бері сұрастырып көріп еді, ешкім нақты жауап бере алмады. Әкесі Айғанымға күзде оқуға барған кезде мұғалімінен сұра, көздері ашық адамдар ғой, жолын білетін адам шықса, артыңнан өзім алып барамын, оған дейін жақсылап тығып қояйық, деп жұмыртқаның сатылуын мұның мойнына іліп қойды. Оқу басталып, Айғаным лағыл тастан жасалған жұмыртқаны кімге қалай сатуға болатын ақылдассам деп жүрген кезде, әкесі хабарласып, әжесінің нашар болып жатқанын тез келсең жақсы болар еді, деген соң оқудан бір аптаға сұранып ауылға құстай ұшты. Бірақ үлгермей қалды. Әжесі ауырмай сырқамай намаз оқып отырған жерінде жүріп кеткен екен. Айғаным тұңғыш немересі болғасын әжесінің қызы саналатын. Оқытып жатқан да әжесі еді. Зейнетақысының бір тиынын жұмсамай Айғанымға аударып жіберетін. Енді бұны ауылда құлыншағым деп күтіп отыратын адамның жоғы жанына қатты батты. Әжесін жерлеп, ағайын туыс тарағасын әкесі мен шешесі Айғанымға, әжең екеуің жұмыртқаны қайда тықтыңдар, деді. Айғаным, әжем сізге айтамын деп еді ғой, деді әкесіне қарап. Айтты, бірақ дұрыс айтпады ғой деймін. Ол жерден таппадым, деді әкесі Айғанымда тіке қарай алмай көзін тайдырып. Әжем сізге дұрыс айтпаған шығар, әлде қайда тыққанымызды ұмытып қалған болар. Қазір мен барып алып келейін, деп сыртқа жүгіріп шықты. Әжесі екеуі ешкім көріп қоймасын деп түн ауғанда иттің үйшігінің астына барып көмген болатын. Таң атқасын әжесі екеуі тағы бір анықтап қарап, өздері айтпаса ешкімнің таба алмайтынына көздері жеткен. Төбетті үйшігінен қуып шығып, орнынан қозғап жерді қаза бастады. Бірақ қанша қазса да таба алмай қойды. Әкесі қасына келіп, қызым, бұл жерде жоқ, мен де түгел қазып шықтым. Сен кеткесін әжең, қызымның айтқаны рас болып, ойыншық қымбат болса, 5 балама теңдей етіп бөліп беріңдер, деді. Құдай көп көрді ғой деймін. Бопты, бұйырмаған шығар. Жай ойыншық деп жүрген кезде бәленбай жыл сандыққа жатқан жұмыртқаның құнын білген кезде жоқ болып кеткенін қарашы, деді. Айғаным неге екені белгісіз әкесінің сөзіне. Әке, әжемнің 5 баласы емес 4 баласы бар ғой, деді. Айғаным әкесінің іні қарындастарын санап. Өзіңді ұмыттың ба? Немереден үлкені болғандықтан сен де сол кісінің баласы емессің бе? Әжең сенің жасауыңды ханның қызынан кем етпейтіндей жасаймын деп армандап жүреді. Арманына жете алмады ғой, деп кемсеңдеп қалды. Кішкене тұрып өзіне келгесін бауырларына айтпағаным жақсы бопты. Егер айтып қойған болсам, тығып қойды. Өзі
қолданады деп өмір бойы мені кінәлап өтер еді. Қой қызым, ол ойыншықсыз да күн көрдік қой, бұйырмаған бұттан кетеді деген осы. Менің бір таң қалып тұрған нәрсем, қараусыз үйшігіне емес, үйге ешкімді жолатпайды. Сонда ол жұмыртқа қайда кетеді? Деді әкесі Айғанымды үйге бастап келе жатып. Я, әке, әжем екеуміз соны ескеріп үйшіктің астына тыққанбыз. Қарауыз үйшікті өзі қозғай алмайды. Оны тек біздің үйдің адамы алмаса, деді де әкесіне жалт қарады. Қой, ондай арам ой басыңа қайдан келеді? Кім алады? Бауырлардың бұл әңгімені білмейді де, оларға айтпадық. Ойыншықтың қымбат екенін төртеуміз ғана білеміз, деді. Айғаным ішінен, бесеуміз білеміз әке. Әлияға айтқанымды білсе не істер екен деп ойлады, бірақ Әлия да біледі деп айта алмады. Күйіп тұрған әкесі жүгіріп барып Әлиямен жанжалдаса ма деп қорықты. Әке, енді қайда кетеді? Мен алмасам, сіз алмасаңыз, әжем жоқ, әлде анам алды ма екен? Жоқ, ол сендердің қай жерге тыққандарыңды да білмейді ғой. Маған әжең айтпаса, мен де білмес едім, және оны не істейді? Қой қызым, біреудің күнәсін арқалама, деп есіктің алдына келіп тоқтады. Әке, не деген адамсыз? Анамнан бұл үйде ешқандай жасырын сыр қалмайтынын сіз жақсы білесіз ғой. Керек болса, ол тыңдап жүріп ақ біліп алады. Сізді қайдам? Мен анам онша сене бермеймін. Әжем айтушы еді ғой, әкеңнің бар тыққанын төркініне тасиды деп. Жақында ғана інісі қара шаңырағымызды казиноға салып жіберіп, қаңғытып қалды деп жылап отыр еді ғой, деді әкесіне қарап. Әкесі басын шайқап, ұстап алмағасын, не айтарымды, не ойларымды білмеймін, қызым, деді де үйге кірді. Айғаным әкесіне полицияға барып, шағым жазайық, анау-мынау зат емес, Фабержінің жұмыртқасы десек, іздеу салар, деп еді. Әкесі көнбей қойды. Құрсын, бәленің бәрі сонымен кетсін. Есік алдынан ұрлап кеткен табақтай сиырды таппайтын біздің полиция кіп-кішкентай жұмыртқаны қайдан тапсын? Ондай дүниенің біздің үйде барына кім сене қояр дейсің? Құр елге күлкі боламыз, дегесін үндемей қалған. Айғаным әжесінің бұлай тез қайтыс болып кететініне әлі сене алмай жүр. Сол Фабержінің жұмыртқасы туралы неге айтып қойдым екен? Бәрібір өзіме беріп кететін еді ғой, деген ой күнде мазалайды. Қызының жайдан жай отырып жылай беретінін жақтырмаған шешесі әкесін жоқта. Неге жылай бересің? Сол қақбас үшін, менің ойымша, жұмыртқаны да тығып басқа баласына зу еткізген шығар. Бізге теңдей етіп бөліп беремін дегені жай, сырты ғана өмір бойы менімен алысып өтіп еді. Жеті атасы жарымаған деп, өзі бір ханның қызы сияқты, деп ұрыса жөнелді. Айғаным не дейді? Көз жасын сүртті де іштей өзін өзі жұбатты. Әжесінің жетісін бергесін Айғаным қалаға оқуға жиналды. Әкесі бір аптаның ішінде құр сүлдері қалған қызын вокзалға шығарып салып тұрып, қызым, құрып кеткен жұмыртқашын өзіңді кінәлама, оқуыңды оқы, әкенің малы балаға мал болмайды дейді ғой. Өз еңбегімен таппаған ештеңеге жетпейді. Әрине, ол сен айтқандай көп ақша тұрса, талай жыртығымыз жамалып қалар еді. Құрсын бәрі. Жоғалды, кетті, енді өзіміз сау болайық. Жолың болсын, деп Айғанымның бетінен сүйіп, вагонына сөмкесін көтеріп, кіргізіп, қоштасып шығып кетті. Терезеден әкесіне бір қол бұлғады да, Айғаным қол сөмкесіндағы өшірулі тұрған ұялы телефонын қосып, Русланның нөмірін тере бастады. Пойыз жүрісін жылдамдатып, лезде вокзал көзден көрінбей кетті. Алло, жаным,
Бәрі ойдағыдай өтті. Біз ойлағаннан да оңай болды. Ешкім менен күдіктенген жоқ. Жұмыртқаны сата бер, біз миллионерміз, деді. Ішінен әкеңде болғанша алғаныңда болсын деген қазақ бекер айтпаған ғой, деді күбірлеп.